Қайырлы ақшамлар, эфирде заман. Бүгін мартының 9-ы студияда сілерінімен Шевкет Наматулаев селямлайым. Эсірлер азат етілуінен оғырашқан меркезінің елбашысы Владимир Рубан 60 күнге апыске алынды. Қарарыны Киевнің Шевченко район махкемесі шығарды. Прокуратура оны теракт азырлағанында қабатлай. О сепаратистлер незарет еткен территориядан сербест толған Украина топырағына мебель арасында чеші түрлі силя кечірмеге істеген ойсе бұтын шекленуыны рет ете. Мартның 8-ы саба саат 9-ны 15 даққа кече Бахмут ве Гурловка арасындағы Майорск кечеш ноқтасында сыңырчылар юг тешкіргенде силя тапты. Майын атыжы ве Калашников автоматлары мебель ішінде тапылды. О көчіп келген айлелерге берілежек деп айтылды. Телекеле югны атту аланынан Киев контроль еткен ерге Владимир Рубан алып кетейді. О офицерский корпус эсерлеріні азат ету меркезінің ребері ола. Украина хавсызлық қызметінің елбашысы Василь Грицакның айтқанына көре махсус қызметлерінің фаалиетіні uzun zamandır көзетейді. Шымдысе еменлікнен айта білелер. Девлетнің ilk шахысларына қаршы бұйық бір теракт планлаштырылғаны да. Хочу повідомити, що рівень терористичної загрози для українців, ми вважаємо, був найбільший за часів незалежності нашої держави. Vatandaşlarına rahatsızlamamak için Prezident Petro Poroshenko SBU yolbaşçısına meseleni şahsi kontrol altına almağa emir etti. Ukraynalılar memlekette kim ve ne şekilde terörist hücumlarını hazırlağanını bilmek gerek değil. Мета була одна – дестабілізувати суспільство через масові терористичні атаки. Хочу наголосити, що мова йдеться не про перевізника. Ви отримаєте абсолютно неспростовні докази, які масштабні терористичні акти готувалися в Україні і яка для цього була задіяна мережа. Yukarı Rada binasına ateş açmak Prezident Petro Poroshenko Milli Xavfsizlik ve Müdafaa Şurasının katibi Turchinov, İçişler Naziri Avakov ve Sabık Baş Nazir Yatsenyuk'a hücum etmek. Prokuratura'nın malumatına göre bularını gerçekleştirmek için Ruban atı alanından bayağı silah çıkarmağa tırıştı. Şimdi onu 60 günge nezaret altına alğanlar pey vermeye hakkı yok. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк дії ухвали про тримання під вартою підозрюваного Рубана Володимира Володимировича 16 серпня 1967 року народження встановити в межах терміну досудового розслідування тривалістю 60 днів, тобто до 9 години 5 хвилин 6 травня 2018 року. O mebel taşıganıda Vladimir Ruban qabatını tanımay, yük hakkında haberim yok edi dey. Donbass'ın kontrol etilmeyen topraklarına ise kirme izni bile yok. Bütün bularını Kedr taxallüsli maxsus zabit planlaştırgan eken. Я виконував роль водія. Автомобіль, на якому я рухався, належить старшому офіцеру Кедр. Він його придбав в Донецькій області. Я мав перевезти один товар на ту сторону і звідти забрати зі слів Кедра, забрати меблі. Апске алынды ве мырытворыць қара жедвеліне көрсетілді. Жемат тешкелаты Владимир Рубанның давасына бірден сесленді. Мырытворыць жедвелінде оның сояды терроризмны дестеклеу кебі қайдетіле. Рубан майысының 6-сына қадар незарет алтында қалачақтыр. Татьяна Сулей, Заман, АТР. ФСБ қадемлері сұраштырған таяқнен ұрған вектек сабаға яқын азат еткен Туневын Қырымылы мемори сыңғырына кешкенде ғайып болған Абдулла Ибрагимов тек бүгін саба евіне келіп шықты. О Херсондан Қырымға қайтайды. Белгіленген вақытта о бағға шықмаған 24 яшлы геншінің телефоны сонық еді. Ешғалжелерінің силалы қоветлер органлары бірі-біріне қаршы келген малюмат береді. Аққұрчайлы жылар білгенне көре Абдулланы бұтын вақыт армян сыңғыр кечтінде тұтқанлар. Абдулла Ибрагимовны жойған сой соплары бір қач саттан соң оны қыдырмаға кете. О, Иссас Украинадан Қырымға қайтайды. Каланчак кіріш-чықыш ноқтасындан кечіп, Армянск Русия кечіш ноқтасында ғайып ола. Тек сабаға яқын Ибрагимов туғанларына телефон ете. Когда мы составляли
заполняли заявление и составляли заявление о пропаже Абдуллы. В полиции нам позвонили из дома и сказали, что он приехал домой избитый. И сказал, что его избили на границе. Он настолько избитый, даже не в состоянии объяснить, как он доехал и что с ним. Шымды Абдулла Ибрагимов өзіне келді. Өмір арқада шоуның яқалава қында тафсиратлыжа тариф етті. Я даже не знаю, они не называли причину задержания. Они его просто в какую-то вот будку увели и начали допрашивать, ничего не рассказывая, задавали какие-то непонятные вопросы. Его 12 часов держали без еды, без воды, и вот в час, в 1:30 ночи отпустили, и он своим ходом вот в таком тяжелом состоянии добрался на автобусе домой. Не смог даже никому позвонить, они не дали ни телефона, ни возможности вообще позвонить кому-то. Его удерживали, к нему оказывали психологическое воздействие, к нему оказывали меры физического воздействия. Сотрудники, которые его задерживали, пытались узнать, с какой целью он выезжал на Украину. Я думаю, что это некоторым образом связано с предвыборной кампанией, с предстоящими выборами. Заставили подписать большое количество бумаг. При этом он не может сказать, что именно он подписывал, так как подписывал он их под воздействием. Ишғал етілген Қырымның мемори сыңырында яқалав, сорғу ве азаплар ФСБ-нің Қырым татарларға қаршы құлланған усулларыдыр. Кешкен сененің соңында Русия сыңырчылары Қырымлы сәси мобюслерінің еді өмір арқадашына тұтқаныды. Олар Херсондан Қырымға қайтайды. Ақпычылайшылар сыңырда ФСБ векелерінен сөбетлешмеге мечбур олғанларға шыны тепсие етем. Үлкевелі яқынларға сыңырдан кешкеніне хабер етмек. Сыңырдан тек башына кечмемек, бүтін гаджетлеріне блок етмек, шифрелеріне құланмалы, малюмат бермемек. Русия анаясасының 51-ші маддесіне есасланып, бірде-бір весиқа имзаламамақ. Риана Алиева, Заман, АТР. Қырымда Русия президенті сайлаулары кечірілуінен азырлауынен ұғырашқанларына санкциялар беклейбін Украина тышышлер назірлігінде білдірелер. Назірлік тарқатқан бейнатқа көре Украина санкциялар жедвеліні ишғал олынған ярмадыда сайлаулар кечірілген сон кеңлештірежек. Україна буде працювати над розширенням санкційних списків після проведення виборів в Криму. Політичні наслідки – це як мінімум невизнання правомірності проведення виборів на території тимчасово окупованої АРК. Екі 2014 сенесі Қырым ишғаліне кетірген вақияларны хатырламаға девам етеміз. Мартның 8-інде беңгілерінен қадын Қырымның чешіт көшелерінде ярмада ишғаліне қаршы шықты. Мартның 9-ында Украина тарафдарлары Ахмеджетте Тарас Шевченко абидесі оғынде митингке топлашты. Окыны оның 200 жылығы қайдетіледі. Ишғалшілер есе ярмадаға арби техника кетірмеге девам ете. Бұл күнлері 4 ел евелсі насыл олғанына келіңіз хатырлайық. Это что это такое? Опомнитесь, люди! Я за мир из Украины. Не входить в составы участковых и окружных избирательных комиссий, не давать своего согласия на включение в списки избирателей.
На улице надо выходить и показывать свое отношение к референдуму. Я не вижу их будущего в этой стране, которую нам собираются сделать. Бұл саат қазір олған соңки қаберіміз әді эфиріміздің ақшам программасы девам етімен сіздерінен нефбетеки яйынымызға қадар сауықлашам көрішкенже.